Осы формулалар арқылы топқа бөлінеміз. Фонарик әдісімен топқа бөлінеміз. Кімде қандай тұс? Кәне. Кімде қандай тұс? Қызыл. Металда тобына бар. Металда тобына бар. Қызыл, е? Металда тобына бар. Сенде қандай тұс? Көк тұс, сенде? Бейметалда тобына отырады. Топқа отырамыз. Жақсы. Кітабымызды ашып қоямыз. Ең алдымен біз үй тапсырмасын тексеруден бастаймыз. Қазір бұл шар айналар, бір сұрақ шығады, сол сұраққа кезек-кезек жауап береміз. Ең бірінші асыл қазыдан бастаймыз. Қандай металдар ауыспалы? Алтын, күміс, Платина. Жақсы. Келесі, Кәусар. Сен дайындалып отыр. Элементтердің горизонталь қатары қалай аталады? Қандай түрлері бар? ол топта Горизонталь. Қандай? Горизонталь қатары? Жоқ, мынау бізде? Периодтар деп аталады. Қандай түрлері бар? Екі түрі бар? Кіші. Егер период екі қатарға тұрса, үлкен. Жақсы. Келесі. Ислам. 8-ші А тобы қандай элементтер? Инертті газдар дейміз. Жақсы. Енді мына кестеге назар аударамыз. Бұл бізде қандай кесте деп аталады? химиялық элементтердің топтық Периодтық кестесі. Оны кім ашты периодтық кестені? Менделеев ашты, иә? Жақсы. Енді қараңдар. Бұл жерде не көріп тұрмыз? Кальций элементін көріп тұрмыз. Жақсы. Кальций элементі мынау бізде. Не деп аталады? элемент Таңбасы. Мынау. Адауы. Мынау. Яғни реттік нөмірі дейміз, иә? Ал бұл сан ше? пайызы бүтіні Жоқ. Бұл сан бізде атомдық массасы. атомдық массасы. Дұрыс айтасың. Яғни бүгін біз сабағымызды осы әрбір химиялық элементтің атомдық салыстырмалы атомдық массасын өтетін боламыз. Сендердің ойларыңызша бүгінгі сабақтың мақсаты қандай? Бүгінгі сабақтың мақсаты Яғни әрбір элементтің атомдық массасы. атомдық массасын есептеу, иә? Жақсы. Енді топпен жұмыс жасаймыз. Сендерге бірінші топқа металдар тобына кітаптағы мына суретті сөйлетеміз. Ал бейметалдар тобы 37-ші сурет кітаптан тауып аламыз. Осы суретті сөйлетеміз. Бұл қандай? Бірге отырыңыз, жақын айтыңызшы. Бірге талдайсыңдар, сосын түсіндіресіңдер ма? Сендерде 37-ші сурет, сендерде 36-ші сурет. Осы суретті қарасыңдар, түсіндіресіңдер. Жақсы ма? Бұл суретте салыстырмалы атомдық масса физикалық өлшемсіз шама деп аталады. Мысалы, гелийдің салыстырмалы атомдық массасы 4-ке тең. Яғни таразының бір жағында гелий атом отыр, мына жағында оның бөлшектерінің неше тұр? 4-ке тең. Яғни гелийдің салыстырмалы атомдық массасы 4-ке тең екенін көрсетіп тұр. Жақсы. Отыра ғой. Келесі. Бірінші суретте массалық атомдық бірлігі көміртек атомның массасының 1/12 бөлігіне тең шама. Массаның атомдық бірлігі, яғни көміртек атомның 1/12 бөлігі. 12-ден
bir bölük ekan bo'lishadi. Ya'ni bu bizga nima aytib turibdi? Solishtirmali atomdық massаны deb turibdi. Ya'ni uni tang'alanini qalay tang'alanadi? A, R deb tang'alanadi. Yaxshi, o'tira qo'ying. Endi to'plar bir-birimizni бағалаймыз. Metallar to'pi, to'g'risini, bimetallar to'pi бағалаймыз. Шаблондық әдіспен. Дұрыс келісемін десеңдер, саусақтарыңды бірлеп көрсетеміз, иә? Толықтыратыным бар, көзқарасым бар десеңдер, бұлай көрсетеміз. Егер де сұрағым бар десеңдер, бұлай көрсетеміз. Ал 1, 2, 3 бағалаймыз. Металдар тобын саусақтарымызбен көрсетеміз. Қайдаңыз? Дұрыс келісеміз. Жақсы. Келесі биметалдар тобы, металдар тобы бағаланды. Жақсы. Енді біз тасыма орындаймыз. Металдар тобына, биметалдар тобына. Периодтық кестені ашамыз. Дәптерімізге жазып отырамыз, иә? Дәптерімізге орындаймыз. Сендерге берілген әрбір элементтің периодтық кестені табамыз. Сосын салыстырмалардың массаларын есептейміз. Жақсы, қазір топ болсын. Болды, иә? Енді топтар бірімізді бағалаймыз. Сендер мына топты тексересің. Сендер мына топты тексересің. Қараймыз. Дұрыс, иә? Жақсы. Так, енді топтар бір-бірімізді бағалаймыз. Егер де барлығы дұрыс болса, саусағымызды жоғары көтереміз. Егер де қателер болса, саусағымызды түсіреміз. Барлығы қате болса, саусағымызды төмен түсіреміз. Бірінші топ, металдар тобы, биметалдар тобы бағалайды. Барлығы дұрыс, иә? Биметалдар тобы, металдар тобы, барлығы дұрыс, иә? Жақсы. Енді сергіту сәтінде мен сендерге тақтаға тапсырмалар беремін. Химиялық элементтер. Осы элементтер мен салыстырмалы атомдық массаларды бір-бірімен сәйкестендіру керексіңдер, иә? Әрқайсыларына 2-2-ден. Қайдан әкеле ғой біріншісі? Периодтық кестеңді қолыңа ал. Қалғанымыз дайындалып отырамыз, иә? Кез келген біреуін таңдап аласыз. Мысалы, Витидікі неше? Салон. Вити. Салыстырмалы массасын қараймыз. 7. Мына жерден 7-ні тауып аласың да, Витині апарасың. Жақсы. Келесі тағы біреу орында. Қалғанымыз дайындалып отырамыз. 80 отырамыз, иә?
Kelesi. Ayda qarab o'tir. Sen davom bilan yashaysan hozir. Salstirma Nima qilib yashaysan? Salstirma